Абай дүниені иттің көті дейді. Мына көрдік қой дүние дейтін иттің көтін дейді. Енді кешіріңіздер, құлаққа бір анайлау естілсе де, бұны бір ашып айтуымыз керек, ана ойымыз жету үшін. Жылдың белгілі бір мезгілінде ит күйлейді. Ит күйлеген кезде овуляция кезі болады ғой, ona гормон бөлінеді. Сөйтеді маңайдағы ана еркек иттің бәрі, ана ескі ит дейтін нәрсенің өте иісшіл болады ғой өзі. Сөйтеді маңайдағы еркек иттің бәрі жаңағы ұрғаш қанша қарайып келеді. Сөйтеді соның артынан бәрі жаңағы еркек бір қаншық бір өлекшінің соңынан бірнеше төбет жүреді. Дүниені, ақшаны, мәнсапты сол овуляция саққан бір ең жек көрсе бір сасық нәрсеге теген отыр Абай. Бүкіл еркек ит соңынан жүр, жаңағы құйрығынан иіскеп, арттан иіскеп, бір ұрғаш иттің соңында таласып, бір-бірін бытыш болып қырқысып, қырылысып жатыр. Сол ақша, сол мансаптың соңында иісін иіскеп алғаннан кейін жаңағы бәрі жүр. Абай көрдік қой дүние дейтін иттің көтін. Жеп жүр ғой біреуінің біреу етін дейді. Ойлы адамға қызық жоқ, бұл жалғанда көбінің сырты бүтін іші түтін дейді. Шын мәнді дүниеге ортаға түскен кезде адамның шын болмысы көрініп болады. Кенді кереметтім деп жүрген жігіт, ақша бөлістер келгенде ортаға бір үлкен сума түскен кезде жаңа жерде жасыратын жоқ, бір жері көрініп қалады, абырой көрініп қалады. Шын мақсаты, шын көңілі талай адамның көрініп қалады.